Сәлем достар, бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен капустамызды аламыз, капустамызды майдалап, үкіштен өткізгендей етіп пышақпен майдалап турап аламыз, жақсылап. Турап болғаннан соң артынша бір штук қиярымызды және де бір дана помидорымызды да осындай соломка етіп турасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формада кесіп дайындасаңыздар болады. Бұл салат адамға артық салмақ қоспайды, керісінше артық салмақты азайтады. Сіздердің қарындарыңыз ашқан кезде осылай 5 минутта дайын болатын салатты жасап көріңіздер. Артынша осындай аскөктерімізді турап аламыз, жақсылап майдалап. Артынша осылай чесноктарымызды да үкіштен өткізіп, майдалап, сонымен шым-шым тұзымызды сеуіп, майонезімізді де көз шамасымен қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын!